8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтай отырып, көңілден шыққан ең ізгі тілегімізді жолдаймыз. Осы бір тамаша көктем мерекесі әйелге тән әдемілік пен нәзіктіктің мәңгі белгісі. Сол үшін сіздерді 8 наурыз әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, жанұяларыңызға береке бірлік тілейміз. Барда жұмыста тұрған аналар, мейірімді әжелер, әдемі арулар, сіздерді көктемнің шуақты мерекесімен құттықтаймыз. Көктемнің бір ең жарқын мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер өмірді нұрландырып, шаңырақтарымызға шаттық сыйлайсыздар. Сіздердің қолдауларыңыз әркімге болсын жүрегіне сенімділік ұялатады, шуақ сыйлайсыздар. Сіздер өздеріңіздің ізеттіктеріңіз бен сыпайылықтарыңыздың арқасында әйелді шуақтандырып жүресіздер. Жақындарыңыз бен туыстарыңызға жол сыйлайсыздар. Есік тербейтін, батыр өсіретін, ұлтын сақтайтын, ертеңгілерді өсіретін ол ана. Көктем мерекесіне көңілдеріңізге қуаныш сыйлап, жүздеріңізге нұр шашсын. Жер бетіндегі жаслық атауы аналардың жүрегімен әрленеді. Сіздер бір отбасы емес, бүкіл әлемдегі аялы халқындарыңызбен тербете алатын адамзат баласы ары рухы жігерлендіреді. Жанарымда жыр тұрған, жүрегімде сыр тұрған, құтты болсын мереке, қызғалдақтар құлпырған. Қыздар, қызғалдақтар, мерекелеріңіз құтты болсын, көктемнің гүліндей жайнап, әсемділіктің, әдеміліктің, әдептіліктің иесі болып қала беріңіздер.